Ассалаумағалейкум, қасиетті қазақ елі. Ассалаумағалейкум, қадірменді оқырмандарым. Ұлттық дүниені ұлықтап келген ұлы даланың киелі қыз-келіншектері, қош келдіңіздер. Бүгінгі менің шеберлік сабақтарым Ақтөбе өңірінің бүкіл әйел қауымына Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Сейірұлы Оразалин мырзаның қолдауымен басталды. Және оған қосымша әкімнің келісімен бұл сабақтарға бүкіл қазақ даласының қыз-келіншектері қосыла алады. Рамазан айының құрметіне осындай тамаша ұсыныс. Енді бүгінгі сабағымды мен қай тақырыпқа арнаймын? Әрине, ең алдымен өздеріңіздің өтініштеріңізбен күні-түні маған Фейсбукта, Инстаграм парақшасында жазып жатқан хаттарыңызбен танысып, барлықтарыңыз басым көпшілігіңіздің өтінішіңіз осы оймаға арнау, ойма көрпеге. Оюды қалай жапсырамыз, оюды қалай тігеміз, сол көрпені аяғына дейін көрсетіңізші деп. Енді мен ең алғашқы рет мен ешқашанда жаңағы көрпені аяғына дейін көрсеткен емеспін. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Мен енді ойлайтынмын, осы күрделі жерін үйретіп кетсем қыздарға, қалғанын өздері тіге алады ғой деп. Бірақ өңірлерді өткізген менің көрпе-фест фестивалінің барысында мен әбден көзім жетті. Тіпті көрпенің тысын тігу, жиегін қосу, одан кейін астарын тігу, замогын жаңағы қосу, тағы да тіпті мақтаның өзін сырып тігудің өзі де менің көңілімнен шықпады енді. Барлықтарыңыз білесіздер ғой, мен жаңағы қазақтың ұлттық дүниесінің өте жаңағы жоғары деңгейде, жоғары сапада, мінсіз сапада болғанын қалаймын. Қазіргі нарықта осы елімізді жаулаған бүкіл дүние жүзінің әлемдерінің неше түрлі брендтері біздің санамызға еніп жатыр. Енді осыған төтеп беретін, осы нарықта жаңағы өзінің ойып тұрып орын алатын, кенже қалған ұлттық өнердің сапасының өте биік болғанын қалаймын, қыздар. Сіздерді де соған үйреткім келеді. Барынша осы менің шеберлік сабақтарымнан көрген білімдеріңізді, тәжірибеңізді тура сол қалпында көшірсеңіздер құптан құп болар еді. Себебі бұл мен бір күндік тәжірибем емес, қыздар. Бұл менің кәдімгі жылдар бойы, 10 жылдан астам жинақталған тәжірибем. Сонымен бүгінгі сабағымызды бастайық. Қандай біздерге құрал жабдықтар қажет? Әдеттегідей мен соны тізіп айтып өтейін. Ең алдымен бізге мата, велюр мата. Мен де қазір матовыйды алдым. Мен енді велюрдің матовыйын жақсы көрем. Бұл осындай мата, екі түрлі мата аламыз. Тағы да айтам, бір-бірінің бояуын қаны қашу керек, қыздар. Міне екінші матамыз. Мына базовый астындағы мата, мына үстіне салынатын матамыз. Бұдан біз оямыз, қыздар. Көрдіңіз ғой, бұл жұмсақтау. Бұны үстіне саламыз. Одан кейін бізге керек желім, я болмаса паутинка дейді. Елде двухсторонний клей, міне паутинка клей. Осы мата керек бізге. Айтпақшыда, егерде бұл мата қазіргі енді бәріміз карантинге байланысты үйде отырмыз ғой. Егерде сіздерде дәл осы мата болмаса, онда барлығыңыздың үйлеріңізде мектепте оқитын оқушылар бар, студенттер бар. Сол жаңағы бумажный клей деген болады. Карандаш сияқты бүйтіп ашылып, сол бумажный клейді қолдансаңыз болады. Әрине, мына матаға мына осы двухсторонний клейге жетпейді, бірақ дегенмен де қазіргі үйде отырған жағдайда сөйтіп шығуға болады. Бумажный клеймен, оқушының жаңа қағаз желімдейтін желіммен. Одан кейін ПВА деген клей бар. Бірақ оны кішкене сумен араластырып, кисточкамен оюдың әрбір жерінен түртіп отырып, соны жасауға болады. Жүрейма ПВА деген клейді қазіргі үй жағдайында. Енді тіпті болмаса, жаңағы ұнды естеріңізде ме, біздің балалық шағымызда біздің апаларымыз, әжелеріміз сол ұнды сумен араластырып, кішкене бламық жасап, сөйтіп те жапсыратын. Әрине, ол заман өтті. Қазіргі заманда барлығына қол жетімді жасауға болады. Барлығы бізде бар, желімнің неше түрі бар.
Енді қазіргі жағдайда мен енді ойлап отырмын, осындай шешім табуға болады. Одан кейін мынандай пергамент қағазы, я болмаса жаңағы кухняда қолданамыз ғой, ас дайындағанда духовкада осындай пергамент қағазын қолданамыз. Осындай қағаз. Егер де мен енді бұл қағазды немен ауыстырамын? Клей жаңағы өзі желімденетін обой бар. Соның ең арзанын алсаңыздар, себебі астындағы жаңағы жапсырылатын қағазы қымбаты болсын, арзаны болсын, ол бәрінде бірдей. Соның ең арзаны өзімен өзі жабысатын обойды алсаңыз, я болмаса үйіңізде бар шығар сондай обой қалдықтардан. Соның үстін сырып алып, соны да қолдануға болады. Қайтадан жапсырып қойасыздар, оны көп қолдануға болады. Сол оған енді ең қажеттісі мынау біздің трафарет. Бұл жерде біз 3 түрлі фрагментті қолданамыз. Мынау ортасына қойылатын үлкен ою, мынау міне жартылай ою, міне көрдіңіз бе, ортасы бөлінген. Мынау жартылай ою, бұл екінші фрагмент. Одан кейін үшінші фрагмент, бұл жаңағы көрпенің ені бойынша, ұзындығы емес, еніне қойылатын, оң жақ шетіне, сол жақ шетіне қойылатын кішкентай фрагменттер. Енді біз қанша фрагмент жасаймыз? Мына кішкентай фрагменттен 4-еу жасаймыз. Мына жарты фрагменттен 4-еу жасаймыз. Үлкен қошқар мүйізден, мына толық қошқар мүйізден біз 3 фрагмент жасаймыз. Неге қошқар мүйізді алдым, қыздар? Әрине, басқа да ою түрлерін біз әлі үйренеміз. Дәл қазіргі сабаққа неге мен қошқар мүйізді алдым? Қошқар мүйіз жалпы бүкіл жаңағы ою өрнектің түп нұсқасы, түп мәтіні біздің қазақтың қолөнерінде ол әрине қошқар мүйіз. Ол бекерден бекер жаңағы қошқар мүйіз түп нұсқа болған жоқ. Қошқар мүйіздің осы бүкіл оюлардың ең негізгі мәтіні деп айтсам мен қателеспеймін. Себебі бәрімізге мәлім, біздің ата-бабаларымыз, көшпенділердің ең үлкен кәсібі, басым кәсібі ол мал бағу, 4 түлік мал бағу. Сондықтан да мына қошқар мүйіздің жаңағы сол 4 түлік малдың мүйізінің нақышы. Сонау ықылым заманнан келген бұл осындай бір көне оюдың түрі. Мен енді осы ойуды өзгерткен жоқпын, осылай аманат болып қалай келді, тура осы қалпында қолданғым келеді. Бұл оюдың бірнеше түрі бар. Оны кейін әрбір өзінің қоғамның, ұлы даланың осы заманға дейінгі жеткен әрбір қоғамның сіз бен біз сияқты қолөнершілері болды. Әрбір қолөнерші өзінің жаңағы үлесін қосып отырды. Мынау қошқар мүйізді жергілікті өздерінің өңірлеріне байланысты арқар мүйіз, я болмаса сынық мүйіз, содан кейін бұғы мүйіз, сөйтіп жаңағы мүйіздерге қосымша фрагменттерді қосып сөйтіп өзгертіп отырды. Бірақ енді мен мынау классикалық осы қошқар мүйізді жақсы көремін. Енді бұның мазмұнына келесі сабақта тоқталам деп ойлаймын. Әзірше уақытымызды алмайын, осы ғана қысқаша мен қалдырайын. Енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Ол үшін қыздар ең алдымен, мына жерде мен жаңа айтпай кеттім. Мынау жаңа кішкентай қайшымыз, қыздар. Өткен сабақта айттым, бәлкім сонан кейін айтпай жатырмын. Осындай кішкентай қайшымыз. Кімге не ыңғайлы, қыздар? Қалам ыңғайлы ма, бор ыңғайлы ма? Бор алсаңыздар өте жұқа бор болсын, жарай ма? Ана нақыштың нақтылау түсу үшін бордың жұқа болғаны қажет. Мынау кәдімгі өзіміздің қайшымыз. Сонан кейін мынандай бір қыбы мата алып қойыңыздар. Қыбы мата ылғи, осы егерде ойымен айналыссаңыздар, осында ең құрмағанда бір жарты метрлік мата алып қойыңыз. Ол оюға қажет. Одан кейін үтігіміз. Енді бастайық. Мен қазір үтікті қосып қойайын. Ең алдымен, қыздар, біз желімделетін мата жасауымыз керек. Мынау қошқар мүйіз жаңағы ойманы, оюды бәріміз білетін шығармыз, бірақ желімді матаны қалай жасаймыз? Желімді мата деген
оюды қиғаннан кейін үстіне жапсыра салатын сондай желімді мата жасау керек. Міне мен мына велюрді алдым. Халықта бұның аты крэш велюр, ломанный велюр дейді, королевский велюр дейді. Бұның астарымен бар, астарынсыз бар. Әрине астарымен болғаны құптан құп. Бірақ мен қазіргі жағдайда осыны өзімнің қолымда тұрған велюр осы, мен осымен жасаймын. Егер де астарлы велюр болса, тіпті жақсы, жарай ма? Мына велюрді мен өзінің оң жағымен төмен қаратып қоям. Оң жағымен төмен қаратып қоям. Қазір кішкене мынаны ашайын. Жетім келмей жатыр. Міне оң жағымен төмен қаратып қойдым. Түзеліп алыңыздар, қыздар. Енді велюрларыңыз қатты болса, астарлы болса, ол оп-оңай жата қояды. Менің астарым жоқ, сондықтан мен түзеліп алайын. Размері, қыздар, размері. Мынау ортанша үлкен 3 фрагмент, қошқар мүйіздің толық фрагментінің размері 51-51 сантиметр. Үстінен паутинканы да солай саламыз. Жаңағы двусторонний клей 51-51. Одан кейін оның үстіне паутинка салдық, клей салдық. Енді үстіне мынандай пергамент қағазын орналастырам, қыздар. Пергамент қағазын. Ол клейіміздің үтікке жабысып қалмас үшін, жарай ма? Енді ақырындап үтіктейміз үстінен. Асықпай үстінен үтіктеп шығар. Біз қазір желімделген мата жасап жатырмыз, иә? Міне желіндеп біттік. Енді мына үстіндегі пергаментті ақырындап жылы кезінде алайық, қыздар. Міне. Әп-әдемі алды. Егер де кейбір жер жабыспай қалса, ақырындап үстінен жүргізе қойыңызшы, жарай ма? Кейбір жер жабыспай жатса, міне осылай. Алды. Екінші. Міне, қыздар, желінделген, міне жабысып жатыр уже. Міне желінделген матаны жасадық. Енді осы матаның үстіне желін жағымен мен қазір мына қошқар мүйіздің нақышын түсірем. Мынау толық қошқар мүйіз. Бұдан бізге 3 фрагмент керек. Қазір үстінен қояйын. Енді сізге қалай ыңғайлы? Қалам ба, әлде бор ма, оны өзіңіз таңдаңыз. Мен әрине қаламды жақсы көремін. Мен тіпті көрпенің құрағын шегенде де неше түрлі жаңағы ликаларды пішкен кезде мен қаламды жақсы көрем. Себебі бұл дәлірек түседі. Енді мына қаламды сіз тік ұстасаңыз болады, я болмаса қисық ұстасаңыз болады. Кішкене оюдың көлемін үлкейтем десеңіз, я болмаса мынандай кішкене бұрыштап тұрып қисайтып ұстасаңыз болады. Мен үстіп қисайтып ұстағанды жақсы көрем. Мен жалпы оюдың жаңа дүңкейіп, қалың болып тұрғанын қаламаймын, қыздар. Мен оюдың сондай бір сүйкімді, бір пропорциясын сақтағым келеді. Мен сіздерге ылғи айтам, не істесеңіз де пропорциямен балансты сақтаңыз деп. Сондықтан мен қаламды үстіп ұстаймын. Әрине, қалай үйренсеңіз солай ұстауыңызға болады, бірақ маған күні-түн жазасыздар ғой. Апа, сіздің құрағыңыз неге сондай әдемі, сіздің оюыңыз неге сондай әдемі деп. Міне осындай бір тәжірибем менің, қыздар, сондықтан қабыл алыңыздар.
Енді қазір тігейін. Ал бастайық қыздар. Әдемілеп тұрып, мына бұрыштап тұрып, мына оюды қазір біз нақышын келтіріп аламыз. Асықпаңыздар қыздар, жүрей ме? Сызып жатқанда арасынан қалып қалмасын. Қиған кезде қиналамыз. Толығымен сызыңыздар. Ал, бісміллә, көрейік не болған. Міне шықты оюымыз. Енді қыздар, кішкене мына қосады, көрінбей қалған жерін кішкене қосыңқырайын. Көрінбей қалып жатса, қыздар арасын кішкене қосыңқырап қойыңыздар. Так, болды, дұрыс. Енді қыздар, мынау жаңағы естеріңізде ғой, осындай басы міне кішкентай ғана қисайған қайшы міне. Енді осы қайшымен қиямыз. Қиған кезде міндетті түрде көңіл аударыңыз. Егер де сіз өте тиянақты ұқыпты қиып шықсаңыз, онда бұл оюдың екеуінде қолдана аласыз, астында, үстінде. Жүрей ме? Сондықтан мен қазір солай сол үлгіде жасағым келеді. Астында, үстінде мен қолданамын. Мына жерде бастағанда кішкентай міне надрез жасадыңыздар. Сонан кейін міне үстіп қиямыз. Тура қаламның үстімен қиып отырыңыздар. Мен отырайын енді кішкене. Өте бір ұқыпты, асықпай қиыңыздар енді қыздар. Міне қыздар, жаңағы ішіндегі оюды біз қиып алдық. Мен осыны нақтырақ көрсетейін. Міне ішіндегі оюды қиып алдық. Мынау астында қалған ою. Егер де ұқыпты әп-әдемі қиып шықсаңыз, онда астындағы оюды да біз қолдана аламыз. Түсінікті ғой, иә? Енді мына оюды әдемілеп жинап қояйық. Жаңа қиғаннан кейін астында қалған ою ғой бұл. Қазір әдемілеп жинап қояйық. Міне бұдан жеке бір жастық бір нәрсе жасаймыз. Ал қандай оюды біз қиып алдық? Енді мына матаны төсейім, базовый матаны қыздар. Мына базовый матаны төсейім. Енді базовый матаға қазір мына оюды саламыз. Так. Мен мына бұрыштарға келтірем, өзім ориентирім осы бұрыштарға қаратам қыздар. Асықпай енді осы жерді өте мұқият жасау керек. Оюымыз қисық болып түспесін, әп-әдемі болып түссін. Кішкене ортасына апарайық. Мен енді мына матаның үстін сыза алмаймын қыздар. Сондықтан ортасын көзбен меңзеп тұрмын. Себебі бұл матаның үстін сызсақ көрініп қалады.
тартпай үстіп кішкене үстінен үстіп посадка беріп отырсақ өзі ою орнына келе қояды. Так, міне қыздар, осымен оюымыз түсті әдемі. Міне, енді осы оюды біз қазір мынау астындағы базовый матаға жапсыруымыз керек. Оны жапсыру үшін қазір мен қосып қойайын. Тағы да бір көріп алайық. Міне, енді мынаны жапсыру үшін қыздар, қазір мен осының үстіне мынау оюды жинаған кезде әрбір мына қошқар мүйіздің арақашықтан қараңызшы, барлық жерде бірдей болсын. Міне, қыздар, енді осы мынаны әдемілеп тұрып қойдық. Енді үстіне қалыңдау матаны қоям, міне үстіне. Қазір осыны үтіктеп шығамыз. Бізге анау астындағы клейдің ерігені қажет. Ана ведір болғаннан кейін мен сіздерді білмеймін, енді өздеріңіз қалай жасайсыздар, мен онша үтікті бастырғым келмейді. Тек қана мынау ыстықпен ғана үстінен өткім келіп отыр. Ыстық бумен. Ыстық бу қазір өтіп, ана астында клейді ерітсе болғаны. Клей еріп, ана матаға жабысу керек. Жақсылап жабыссын қыздар, қазір тіккен кезде қиналып қалмайық. Міне, қазір көрейік. Міне, қыздар, осымен, міне, біз оюымызды жапсырып біттік. Қандай әдемі шықты. Енді осы оюды зигзагпен жанның барлығын әдемілеп тұрып, зигзагпен қосып шығуымыз керек, жарай ма? Мына оюдың зигзагпен қосқан кезде міндетті түрде зигзагтың жаңағы лапканың ортанша сызығы тура мына оюдың ортасына түскен дұрыс, жарай ма? Содан кейін зигзагтың плотный болғаны дұрыс. Ал кірсейік. Ал қыздар, енді біз мына оюды жасадық. Енді мына оюдың айналасын оверлоктап өтуіміз керек. Сіздердің үйдегі жағдайдағы бытовой машинаның барлығында оверлок бар. Енді сол оверлокты асықпай ұқыпты тұрып, сондай жаңағы ақырын баяу тігіп шықсаңыздар, мен мынау жаңадан бастап жатқан қыздарға айтып отырмын. Оверлокты сөйтіп айналасын тігіп шығамыз бүкіл оюдың. Одан кейін оверлок тіккенде бізде оверлоктың ені 5-тен 7 мм арасында. Содан кейін біз оверлокты тығыз тігеміз. Өте тығыз тігу керек. Сонда кәдімгідей кесте болып шығады сіздің оверлогыңыз. Егерде жоқ, апа, бізде ондай болмайды десеңіз, ол оверлок тігетін барлық машинеде оны жасауға болады. Тек қана оның бір ебін тауып, қолды жаттықтыру керек. Енді мен қазір сіздерге де айтам, өзім де әдетке айланған, жаңағы оверлокты бастамастан бұрын мынандай жай басқа бір матаға тығыздығын және оверлоктың енін көріңіздер, жарай ма? Қазір мен көрейін. Яғын.
Міне қыздар, көрдіңіздер ме? Менің аверлогым мен бірінші былай көрдім, мынау аздау болып тұр, мен тағы да қостым. Міне менде қазір мына жерде аверлог 6 мм. Міне тура кесте сияқты түсіп тұр, как вышивка гладью, да? Міне қараңызшы, қандай әп-әдемі болып түсті. Сондықтан сіздерде сөйтіп ақырындап қайта осындай басқа матаға көріңіздер. Әбден міне плотности келді, ені келді дегеннен кейін барып жаңағы оймаға көшеміз. Енді қазір ойманы біз үстіп айналасын тігіп шығамыз, қыздар. Міне қыздар, көрдіңіздер ме? Әлде жаңағы асықпай жасасақ, міне плотный әп-әдемі болып шықты. Үстіп бүкіл оюдың барлығын үстіп оверлоктап шығамыз. Міне қыздар, сөйтіп міне әрбір мен бірден айландырып кетпеймін. Мен мына бір жағын бітіріп аламын, одан кейін міне оюдың екінші жағына көшемін. Бірден жалғастырып кеткен, егерде сіздер қолдарыңыздан келсе жасаңыздар. Бірақ мен әрбір фрагментті жеке-жеке үстіп оверлоктап алғанды қалаймын. Үстіп қыздар, мен енді мынау эфирдің уақытын алмаймын. Мынаның барлығын аяғына дейін асықпай бітіру үшін құрғанда маған 1,5 сағат кетеді. Құрғанда осыны қазір осындай плотный, тығыз осындай оверлок жасап шығу үшін. Сондықтан да қазір мен асықпай бітірем. Сонымен үлкен қошқар мүйізден, үлкен табақтан 3 фрагмент керек. Жартылай қошқар мүйізден бізге 4 фрагмент керек. Одан кейін кішкентай қошқар мүйізден бізге 4 фрагмент керек. Енді сол фрагменттердің барлығын мен жасап бітемін. Одан кейін сабағымызды жалғастырамыз. Сіздерге айтатыным да сол. Ең қиын жері осы оверлокты сондай әп-әдемі қылып шығару керек, қыздар. Егерде осы шеберліктеріңізді әдемілеп тұрып көрсете алсаңыздар, көрпенің құны өте жоғары болады. Енді осы жасаған оверлокпен жасалынған фрагменттердің барлығын қалай қосамыз? Мен сізге қазір соны көрсетемін. Осымен қыздар, оймаға, оюға арналған өздеріңіздің сұрауларыңызбен жасалған осы бүгінгі сабағымыздың бірінші бөлімі аяқталды. Жалғасы келесі видеода болады. Келесі видеоны бастамастан бұрын мен сіздерге үйге тапсырма берейін. Бүгінгі сабақтың қорытындысында сіздер міндетті түрде үйде үлкен қошқар мүйізден 3 фрагмент, жартылай қошқар мүйізден 4 фрагмент, кішкентай қошқар мүйізден 4 фрагмент жасауларыңыз керек. Көңіл аударатын бір жері бар. Орталық қошқар мүйізді
біз жаңа сіздермен бірігіп жасадық. Ол табақтың размері 51-51. Ал жартылай қошқар мүйізбен кішкентай қошқар мүйіздің размері, табағының размері 52-52 сантиметр. Неге арасы 1 сантиметр болғанын мен келесі видео сабағымда, осы бүгінгі сабақтың жалғасында түсіндіремін. Енді бүгінгі осы шеберлік сабақ сіздің көңіліңізден шықты ма? Нен үйрендіңіз? Сол пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Әрине, осы сабақты тек қана Ақтөбе облысының қыз-келіншектеріне емес, бүкіл осы қазақ даласының әйел қауымына Рамазанның құрметіне осындай дәріс сабақты алуымызға қолдау көрсеткен Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Сейірұлы Оразалин мырзаға алғысымызды айтамыз, барлықтарыңыздың аттарыңыздан. Осы қазақ тілінде ашылған арнаның өсуі, айналайын көрермендер, сіздердің қолдарыңызда. Қазақ әйелдері қазақ тілінде осындай арна өссін, осы арна қарқынды дамысын десеңіздер, бүкіл әйел қауыммен жан-жағыңыздағы бөлісіңіздер. Қазір барлығы үйде тығылып отыр. Екі қолын қайда тығарын білмей отыр. Сондай енді бір сынақтан өтіп жатырмыз ғой. Дәл осы кезеңді мен бүкіл қазақ даласының әйелдеріне осы өнерді үйренуге шақырар едім. Сіздер де қосылыңыздар. Сондықтан да сіздердің ниеттеріңізге, пейілдеріңізге қарай осы біздің ұлттық өнерімізді барынша дүйім халыққа жеткізу жалғыз менің қолымда емес, сіздердің қолдарыңызда. Мен ылғи сіздерге әлеуметтік желіде жазамын, жалғыз өзім не бітіремін деп. Расында да қыздар, мен жалғыз өзім не бітіремін? Егер де сіздей көрерменіміз болмаса, сіздей шөлдеп келіп отырған қыз-келіншектер болмаса, осы өнерді қолдайтын ел ағалар болмаса, менің жалғыз қолымнан не келеді? Сондықтан да біз біргеміз. Бәрі жақсы болады. Осыны ұмытпаңыздаршы, тек қана бірігіп қана біз осы қазіргі жағдайдан аман есен шығамыз. Барлығымыз үйде болайық. Уақытымызды босқа жібермей, осы біздің құдіретті киелі өнерімізге арнайық. Осымен әдеттегідей пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лүпілдеріңізді басыңыздар, қыздар. Мынау арнадағы ақпаратты қолма-қол алғыларыңыз келсе, біздің арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл арнадағы сабақтардың, жаңа дәріс сабақтары көбірек шықсын десеңіздер, кешірім өтінем, көбірек шықсын десеңіздер, сіздердің қолдарыңызда, қыздар. Тағы да айтамын, барлығы сіздердің қолдарыңызда. Осымен келесі сабақта кездескенше күн жақсы болсын, біз біргеміз.